Естімедім. Шақырайық онда ортаға дәл қазір бізді. Келіңіздер төрешіңіздер. Қош келдіңіз Қазақстанға. Hello Lela, thank you so much. Көңіл-күй? What about your impression? Mood? Oh, fantastic. I'm loving every minute that I'm spending in Kazakhstan. Бәрі минуты ұнайды маған. Ұнап жатыр ма? Иә, ұнап жатыр. Мысалы, ерекше есте қалған. As the most special something feeling about Kazakhstan, what you remember? The people of Kazakhstan. Қазақстан They've халқы. been so nice and so warm to me, so hospitable. Қазақ халқы өте кеңпейіл, мені қонақжай кеңпейілмен мені қарсы алды. Өте риза шығар өзі де менің түсіме. Өйткені осы 3 күннің ішінде енді Сидхарт барлығын көрді Астананың. Бәйтеректі көрді. During his 3 days in Astana, Bayterek, for example. Yes, I've seen so many places. Your president, White House, the Ministry of Defense, you know, your museum. Музейде болғанын айтып жатыр. Қорғаныс министрлігін көрді, Қорғаныс министрлігі Байтеректі көрдім дейді. Жақсы. Керемет, ең басты алған әсері керемет қой. And your impressions? It's such a beautifully well-planned city. Өте әдемі, жақсы жоспарланған қала. Ой, қандай керемет. Шынында да, бірақ та осы аралықта қазақтың ұлттық арнаны тамашалап үлгерген шығар, әндерді тыңдап үлгерген шығар қазақтың. Our TV channel Kazakhstan or some songs of Kazakh. Did you hear? You know, unfortunately, I've been having a lot of commitments over here. So, you know, go meet fans in the malls and things. Өкінішке орай менің уақытым өте аз болды. Көптеген кездесулерде болдым, адамдармен кездесіп, сондықтан мен уақыт болмады. Ең көп қойылған сұрақ қандай? And the most often asked questions. How do you like Kazakhstan? Қазақстан сізге ұнайды ма? Енді әрине бұның менің ойымша ұнамайды деп айту мүмкін емес сияқты. Қарашы Сидхарт. Сурет әкелді. О, сыйлығыңыз бар ғой дейді тағы. Алла сыйлығыңызды тарасыңыз. Ала қойыңыз. Үйіңізде бар көрсетеміз. Апа, содан кейін көрсетеміз. Қазір енді, бере қойыңыз. Ал енді киноға оралсақ. Яғни келін телехикаясына оралсақ. Мінекей, сұрақтарыңыз бар ма Сидхартқа қоятын? Қыздар, кімге сұрақ? Келе ғой жаным. Келіңіз. Сұрағыңыз. Сидхарт Шукла, мен қояр сұрағым, сізде киноға байланысты ма? Иә, бәрібір қандай сұрақ қойғыңыз келеді. Инстаграмдағы парақшаңыз өзіңіздікі ма, әлде ол жалған ба? The page on Instagram, is it yours or not? No, it's not mine. Менікі емес. I'm only on Twitter. Твиттерда бар екен. Инстаграмда парақшасы жоқ. Жақсы, қазақша сөз үйренген шығарсыздар, иә? And do you know Kazakh words? Көрермендерге қарай. The camera. Kayasin. Қалайсың? Қалайсың? Salam. Сәлем. And Жақсы, ете түсірсін. Қазір біз жарнамаға уақыт when you say thank you, Rahmet. О, апамыз мінеке ағылшынша аударып жатыр. Жалпы Сидхартты барлығы Митхун Чакрабортиға ұқсатып жатыр. And everybody says that you like Mithun Chakraborty. Yeah, wow, thank you. Рахмет көп, танымын. Әні бар ма екен бізге айтатын, көрерменге бөлісетін, а? Can you sing some? Ең жақсы көретін әні қандай? Бізге білетін бірге шақармыз. My favorite, Lela, you know sounds of animal? Yeah. Жануарлардың қандай үн шығаратынын білесіз бе? You know? No? Okay. I don't know. Right. You know frog? No. Frog crow. If I sing... Біз жеке өмірге байланысты көбірек сұрақ қойғымыз келеді. Болады ғой? Now, during these days, you are asking questions about Kazakhstan. What do you think about it? And now they want to ask you about your family more. Is it okay? Yes. Yeah, I think болады ғой. Ешқандай, оның үстіне құрметті көрермен, біздің тағы да тосын сыйымыз бар екенін ұмытпайық. Өйткені осы студияға тағы да біздің екінші кейіпкеріміз келеді, және де ол кісі Сидхартқа өте жақын адамның бірі. Сидхарт, енді барлығы сол келін телехикаясының төңірегінде болады, әрине. And questions will be about TV show Kelin. 80 жылы дүниеге келгенін You was born in 1980. And you are not married. You know about it. Бұл сериалға түскенге дейін де алғашқы актерлық қадамды жасаған білеміз. And we also know that you have acted in other TV shows before Kelin. And
What can you say about your acting profession as an actor? You know, I started off way before. I was an interior designer and I was studying commerce. Мен ішкі дизайн мамандығына оқыған болатын, және мен жарнамадан бастадым өзімнің мамандығым. Дизайнер. Yeah, interior designer, house. Interior Yeah. designer, Ішкі дизайн, үйдің дизайнері. дизайнер. Өзінің үйін өзі дизайнер болып. And you were Әсемдеді? a designer of your own house, no? Part of my own house. Бір бөлігін өзің жасадың. Like, Бір бөлігін. like no doctor, designs his own, doesn't perform. Is it Әдемі ме? Is it nice? Yeah, beautiful. Өте әдемі. Бұл қазақтың әдемі құрақ жастықтары. Қарап отырсақ, қазақтың ұлттық. It's a national tradition of our Kazakh people. They made it handmade. Oh, wow. Біз де жылтырақты жақсы көреміз, And сіздер сияқты. we also like when they shine. Yeah. Енді өзінің дизайнер екенін білдік, бірақ дегенмен табыс көзі көбірек актерлік жағынан енді біздің And білуімізше. we Солай know ма? you more as an actor. Yes. Yes. Yeah, солай, дұрыс айтасыз. Жалпы енді гонорарға ақырын келе жатырмыз гонорарды сұрауға. So we are slowly go to the question about your salary, honorars. Salary. Yeah. Salary is good enough for me to, every day I can eat my food and I can go out sometimes and can fill a bit of petrol in my car. Yeah, so salary is good enough. God has been kind. No complaints. Менің жалақым өзіме жетеді, айтсам тамақ ішуіме, ары бері жүруіме, қыдыруыма, және машинама бензин құюыма жетеді. Ең бастысы. Yeah, ең бастысы. Қандай көлік? And the mark of your car. What is that? Your car. Which car? You have a car? Yes. And the mark. Қанша көлікте Mercedes. сұрауға ұялып отырмын? Mercedes. Түсіндік, Мерседес екен. Ал енді келін телехикаясына жалпы Сидхартты құрметті көрермендер Шиф рөлінде білесіздер өздеріңіз. Мінекей Шифтің аз ғана уақыттан кейін негізі басқа бейнеде көретін сияқтымыз. And we will know you from different side. Басқа кинода ма? Иә, кинода былай In жатқанда other қазір әдемі film. Шиф, ақылды Шиф, Анандидің күйеуі Шиф. Енді былай айтқанда сол қырынан білеміз, жақсы жағынан. Біраз уақыт өткеннен кейін ол мүлдем басқа адам болып шығады дейді. Қаншалықты рас? So she says that we know Shif as a good man, good husband, perfect person, and lately we will know some other not so good sides. Is it true? I don't know. Bilmiyorum. Of Shiv? Shif, oh yeah. No, Shiv, wonderful, maybe. You never know, you see to know. Shif'ті өздеріңіз білесіз ғой, өте керемет адам. Сондай болып қалады дейсің ғой. And Shif will be good till the end, yeah? I don't know, you watch and you know. Білмеймін, өздеріңіз көріп табасыздар. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар, көрерменнің сұрағы бар. Сәлеметсіз бе? Қазір ана кісі көрерменге дейді сіз сен сөйлесесің ба? Кішкене дауыстап сөйлесеңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Қайырлы күн, балахан. Мен Надимын, Шив апа, Шив ағай, мен сіздің киноңызды үзбей көремін. Сіз аудара берсеңіз болады? Иә. Мен сіз сияқты актер болғым келеді. She wants to be like you, an actor. Жақсы. Сол үшін не істеу керек? Сұрағың қандай, балапан? Ауырмаңыз. Don't be ill, be healthy. Don't be? Мен тілек тілеймін. Be healthy. Жақсы, айта қой, балапан. Иә. Рахмет. Жақсы. Ол кісі жалпы тілегін айтып жатыр. Ауырмасын дейді. Кішкентай бала ғой. Yeah, it's a little boy and he wishes you all the best. Thank you so Актер much. болғым келеді дейді. Yeah, he says that he wants to be an actor as you. Oh, fantastic. I think he will be, he should not want to be an actor like me because I'm not very good an actor. So he should be an actor and he will be an actor if he wants to be an actor and will be a wonderful actor. Ол актер болғысы келсе, мен де актер болғысы келмей ақ қойсын, өйткені мен соншалықты жақсы актер емеспін. Ол өзі актер болғысы келсе болады және одан өте жақсы маман шығады.
Сен неге өзіңді жаман онша емес актермін дедің? Бірақ та мүмкін мамандығын аяқтамаған шығар актерлік. Maybe you didn't finish your profession as an Мамандығы бар ма? actor. You have a profession as an actor. You studied. No, I never studied acting. In fact, when I was young, I did not know what I would want to do in my life. Мен ешқашан актер мамандығына оқыған емеспін және жас кезінде кім болатынымды білмейтінмін. Жай ғана кастингтарға бара бер. And you just go to the casting. No, so I do a lot of different things. So I start off with modeling, and then I like what I do. And then after I model for some time, I say, modeling, now I've been modeling for so long, I need to do something different. So in that different, I started doing commercials, TV ads. And then I say, I like what I do this. So I need to, act more, and I want to learn how to act. So I started giving audition, and that's when I do TV. And when I did my TV is when I realized that, I really love acting. So every day that I go on the set, I learn something new. And I'm learning now, and there is much more that I need to learn. Ең басында мен модель болып бастадым. Модель мамандығы маған өте ұнады, бірақ Кәдімгідей подиумда. Иә. Көрсетейік, қалай модель болып екен. Міне, жүріп көрсетші бізге модель Show you that you're a model. Сивхартты көрейік. All right, so you want me to walk around? Yes. Айнала жүрейік. Just around this. Енді ма? That's good. Енді артқа. Now this back. Алғашқы кастингті еске түсірейікші, қандай киноға келді алғашқы кастингті? Is that good enough? Can I walk with you? Мен бар, наузат кеткен жоқпын ғой. Do I walk with you? Бізге бірге жүрейік. Жақсы, бірге дейді. Міне. Yeah. Енді. And there we go. Өте әдемі менің ойымша. Бізде қазір алғана уақытты жарнамаға бөлеміз, құрметті көрермен. 053180 байланыс телефоны, және де жарнамада екен болса, студияға Сидхартқа өте жақын адам кіреді. Өйткені ол кісіден біз Сидхарттың жеке өмірі туралы, кішкентай кезіндегі болған қызықты оқиғалары, жалпы тақиялы періште туралы, киносы туралы да айтсақ деп отырмыз. Өйткені ол жерде есіңде ғой, Гаухар, білетін шығарсың. Анасы өзінің баласына келіңіз дейді, дұрыс айтасың. Біз мүмкін осы студияда тағы да Сидхартты қазақша амандасу мен қоштасуды үйретерміз. Жақсы ма? Сидхарт, қазір айтшы, бізде жарнама. Жарнама деп. Жарнама. Жарнама. Біз хабарымызды жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Тікелей эфирдеміз 053180 байланыс телефонымыз. Бүгін біздің студиямызда Сидхарт Шуклат тікелей эфирде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруде. Егер Сидхартты білмеген болсаңдар, естеріңізге түсірейін бе. Анандидің күйеуі, ал Ананди ол біздің әйгілі телін хикаясындағы басты кейіпкеріміз. Тыңдап тұрмыз, көрерменге кезек. Сидхарт бізге хабарласқан көрермен бар. Тыңдап тұрмыз. Сидхарт, сәлем. Алло. Сәлеметсіз бе? Salam. Тыңдап тұрмыз, иә? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қойсаңыз? Бүгін біз Сидхарт мырзаны әйел бақыты студиясынан көргенімізге өте қуаныштымыз. Жақсы. Менің екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ. Айта беріңіз. Бірінші сұрақ, Сидхарт мырза мен келін хикаясындағы Шиф мырзаның мінез құлқындағы айырмашылықтар бар ма, ұқсастықтар бар ма? Жақсы, екінші сұрағыңыз? Екінші сұрақ, мен өзім Астанада тұрамын, және бірінші сыныпта оқитын қызым бар. Екеуміз де Шифті өте жақсы көреміз. Қызымның аты Назгүл. Бірінші сыныпты Шиф мырза қалай оқыды екен? Қызыма сәлем деп қол бұлғаса екен. Жақсы. Өте жақсы сұрақтар. Енді Шифпен ұқсастық қаншалықты? The daughter's name is Nazgul. Назгүл, иә. Firstly, hello to Nazgul. Ең біріншіден Назгүл сәлем. Иә. Назгүл бірінші сыныпта оқиды, Шиф бірінші сыныпта қалай оқыды дейді. Do I have some similarities with Shiv? Yeah. I don't know if I have similarities with Shiv, but I would like to believe that I have similarities with Shiv, but that is something that somebody else can tell me. Шифпен ұқсастығым бар болса деп үміттенемін, бірақ білмеймін, ұқсастықтарымыз бар ма жоқ па? Бұл сұрақты менімен айналысатын менің айналамдағы адамдарға қою керек.
Жақсы. And the second question, And- Ал бірінші сыныпта қалай оқыды Сидхарт дейді? what kind of people you was in the first class? I was very mischievous. Мен өте бір орында отырмайтын оқушы болатын. Жыбырлақ, Yeah, бұзық. yeah. So if you talk, Төбелесті ме? if Did you you fight? fight, I don't know. Used to play a lot. So a lot of cricket I would play. I play football. I talk a lot. Мен футбол ойнайтын, крикет ойынын ойнайтын, көп сөйлейтінмін, бірақ төбелескен есімде жоқ. Беске оқыды ма? He was a good student. Yes, I was good in my first standard. Very good. Өте жақсы оқыды. Жақсы. But as I started growing higher, then less. Бірақ жоғары сыныптарға өткен сайын төмендей бастады. Оқу үлгерімі. Құрметті көрермендер, сіздер А-Бақты хэштег арқылы Твиттерға да өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып жатсыздар. Біз қазір экраннан оны көріп тамашалап та отырмыз. Шында да көп қойылып жатқан сұрақ ол Сидхарт үйленген бе деген сұрақ. And the most frequent questions is, are you married? I'm not married Жоқ, мен үйленген емес. Неге? Why? because I did not come to Kazakhstan before Өйткені and мен see so many beautiful women. бұрын Қазақстанға келген емеспін және бұнда соншалықты әдемі қыздарды көрген жоқпын. Бәрі әдемі ғой. And everybody is beautiful. Yes, they are. Yeah, Біз қазір сонда әдемі қыздың біреуін ортаға шақырсақ деп отырмыз. Жалпы one of әйел the бақыты most бағдарламасы beautiful кішігірім girls байқау ұйымдастырған болатын. Мінекей, сонау Қарағандыдан қатысқан 18 жасар she's the Айымжан winner of our Сейілбек contest. бүгін арнайы жеңімпаз атанып біздің студиямызға шақырылған еді. Айымжанды қарсы алайық. Айымжан Инстаграмда ең көп лүпі жинаған, ең көп лайк жинаған біздің аруымыз. Айымжан қазір студиямызға кіреді. Келіңіз, Айымжан. Түсінді ғой енді, Айымжан Сидхартты ерекше жақсы көреді екен, және де өзінің құралақан емес сыйлығымен келген сияқты. Айымжан келе ғой жаным. Қалың қалай? Көрдің бе біздің ару? Hello. Hi. How are you doing? Қалың қалай дейді. You look so beautiful. Кел, жақын келе ғой. Мен қазір саған микрофон берейін. Сұрағың болса, сұрасаң болады. Қазір тұра тұр, қасында тұр. Мінекей, микрофон. Қанша лайк жинадың? Мен 886. Иә? She gathered 896 likes Иә. on Instagram. Өйткені бұл Айымжан, не істедің? Мен сізді көру үшін, сіздің фейк, сізді көру үшін лайк жинап, үнді киімінде киіп, She was dressing like an Indian and Oh, wow. Міне қараңыздар, бұл Айымжанның өзінің Инстаграм суреті. Енді қазір үнді киімнен түскен суретіңді көрсетсек деп отырмыз. Ең көп лайк жинаған. Сөйтіп сен достарың бәріне өтіндің ба? Өтініш, мен Сидхартты көргім келеді. Осылай? әрине болды. Көмектесі маған достарыма, таныстарыма бәріне алғыс айтам. Мен Инстаграмдағы достарыма бүкіліне алғыс айтам. Сізді көру үшін осылай келіп отырмын. Қолыңдағы не? Бұл, яғни осы 54-ші мектептің атынан, 11-ші А сыныбының атынан сізге кесе қап, ертеде қазақтар бұған су салып жүрген кесе салатын ыдыс деп аталады бұл. Яғни сізге Қазақстаннан шағын сыйлық болсын деп есептеймін. Бәрекелді. Бізде көрдің бе, Айымжан мектеп оқушысы? 11-ші сынып оқимын мен. Сыйлай ғой. Thank you. Oh, thank you so much. Get Yeah. my mic out, no problem. Ештеңе етпейді. Ал енді Айымжан сен құрыл келген жоқсың, сен сол кәдімгідей дайындалып келгеніңді білемін. Сыйлығың ол былай тұрсын, сен ән айтуға да дайын сияқтысың ғой. Солай ма? Айтып берейін, я сізге Oh, анау. wow, please. Онда сіздер отырыңыздар, Айымжан, мынау сахна саған біз босатайық. Отырыңыздар, тамашалайық Айымжанның қандай ән дайындап келген. Агая, агая, хел бала, агая, 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 хел бала, агая, реңмитини агая, тимитини агая, хел бала, агая, агая. Жалғастыра ма? How sweet. Жалғастырып кетсеңіз де болады, мен енді жақсы біле қоймаймын әрине. Өкінішті. Мінекей, шрифт саған отырғызайық, сізге де арнайы сыйлығы бар, сыйлағымыз келеді. Сидхарттың атынан қараңыз, әдемі аша қой көрейік, е? Міне. Рахмет, үлкен рахмет. Сіз тақсаңыз, This is on me. есте қалады ғой, алып тақсаңыз. Жоқ, сіз. Huh? I put it on. Yeah, wow. Ал, көрермендерге көрсетейік, қараңыздаршы. Қандай керемет әдемі сыйлық. See? Yeah? Ох,
Ой, рахмет. Вот мен есте қалатын. Тұра тұрыңыз, микрофоныңызды алыңыз. Oh, sweet. Рахмет үлкен, рахмет есте қалатындай болады. Мен сізді әрдайым еске алып жүрем. Индия, вот Индиядан келді, Индиядан келді деп. Отырып сұрағыңызды қойсаңыз болады, And I'm going to remember отырыңыздар. this. Және бұл Сидхарт мырза осы сыйлықты да есінде сақтап So жүретін. every time I have water, Yeah. I know. Су ішкен think of сайын you. сені есіне алатын боламын. Міндетті түрде, өйткені бұл Қазақстанда оқушылардың қолымен жасалған бұйым қандай керемет. Бір сыныптың атынан, иә? Қарағандыдан. Қарағанды бізде 200 шақырым жерде, осы жерден. Ішіне су саласыз, ертеде қолданған қазақтар. Қазақ бұйымы ғой. Иә, ұлттық бұйым. Yeah. Жақсы. Thank you. Мінекей, оның егер бұны оқушылар дайындаған болса, Сидхарт, міне бұны бізге Ырза Тұрсынзада Алтын Орда компаниясы мінекей осындай сән үйінің дайындаған да бар. Мінекей, егер мынаны оқушылар дайындаса, ал мынаны бізде белгілі дизайнер Ырза Тұрсынзада дайындады. Қараңыз. Бағаласаңыз болады, ұстап отырыңыз. Иә, дизайнер болсын. Отырыңыздар. Сіз бағалаңыз дизайнер ретінде. Отыра қойыңыз. Ал сен дайындаған шығар сыныптың барлығы. Қандай сұрақтар қоясың? Oh, I love Kazakhstan. Иә, Қазақстан маған ұнайды. People are so nice, they're so warm, and they give so much gifts, so many gifts. Адамдар өте ашық, кең пейілмен мені қарсы алды және соншалықты сыйлықтар беріп жатыр. Әрине бізде қазақтар жалпы осылай қонақты осылай қарсы алуға қалыптасқан негізі. Yes. And they have a very good heart. And whenever they talk, they speak a lot from their heart. Және әр сөзі шын жүрегінен шығады қазақ халқының. Біз сериал туралы әңгімелесек деп отырмыз, Айымжан. Енді жалпы қазір қаншасыншы сериясы эфирде жүріп жатыр? Көріп жүрсең, күнде өзі жақсы білетін шығарсың. 2,5 жыл болды. 2,5 жыл болып қалды мені. Сен қанша жасыңнан бастадың? Мен сол басынан бастадым. Бірінші сериясынан? Қазір 11 сынып, сол 9 сынып кезінен бастадым, иә. 2,5 жыл. Басынан бастап көрдім, қатты ұнайды маған. Жалпы кішкентай Ананди біздің студиямызға келді қонаққа, білесің ғой? Қазір екінші Ананди. Актрисалар ауысып жатыр. Екінші Ананди, одан кейін үшінші Анандиге ауысты. Үшінші Анандиға ауысты. Енді айта қойшы, қай Ананди өзіңе ұнады? Маған кішкентай Ананди әрине ұнады, бірақ екінші Ананди одан гөрі жоғарырақ бәрінен қатты ұнады. Сол кішкентай Ананди демекші, кішкентай Авика Гор біздің елімізге қонаққа келген кезде біздің бағдарламамызда тікелей эфирде қонақта болған еді. Естеріңізде ме? Қазір сол кезде еске алайықшы. Мінекей, экранға назар аударыңыздар, мінекей. Өмірде араласа ма екен? Міне. I know her off camera because when Anandi become big is when she married me. Yeah, Right? енді түсінікті Yeah, ол. so we never worked together. Біз ешқашан бірге жұмыс істеген жоқпыз, өйткені ол кішкентай кездегі Анандиді ойнаған болатын. Мінекей осы жерде билеген тұғын. Ал енді қазір екі Анандимен жұмыс жасады, былайша айтқанда. Қай актрисаны ерекше деп, немесе қай актриса өзіне ұнайды? Қай таңдың? You worked with two Anandi, and with which actress you like more to play? With which actress? See, you know, we as actors, it's our job to, you know, work. And, Кәсіби жағынан алайық онда. From the professional side. Yeah, from professionally, we just need to, no, but both of them are very professional. Екеуі де өте жақсы актрисалар, және екеуімен де жұмыс істеген жақсы. And both are very good actresses. Екеуі де өте жақсы рөл ойнайды. Жоқ, мысалы кейде түсірілім алаңында махаббатқа ұласып жатады кинодағыдай. For example, sometimes the actors fall in love with each other. Yes. Сізде де сондай болды деп естідім, ма? Қаншалықты Қаншалықты рас? Anandi is married. The Anandi, Қазіргі. the last Anandi, she's married.
Қазіргі Ананди тұрмыста. Тұрмыста. Yeah. Күйеуімен ұрысып қалған жоқ қой, төбелесіп болған жоқ қой. And they didn't fight with her husband and didn't any argue. She? Yeah. I don't know if she did. She didn't tell me. Біз қазір оның жауабын жарнамадан кейін білетін боламыз. Құрметті көрермен, расында да қазіргі Ананди тұрмыстағы келіншек, және де бұл сериалдың 2008 жылдан бері түсіріліп жатқанын білетін болсақ, онда 2008 жылы бұл сериал ең үздік драмалық сериал, және де ең үздік драмалық актерлермен бірге ең үздік сценарий жеңімпазы атанған екен. Ал енді қазір жарнамадан кейін осы студияға жаңа тақия алып періште деп қалдым. Біз Сидхар келді ұлыңызға. Бізде конкурсы жеңіп алған Айымжан есімді кішкентай қызымыз жаңа мінекей осы студияға қазақтың оюымен нақышталған ішіне арнайы су құйылған су құйылған ыдысты салып алуға болады. Қандай керемет сыйлық сізге. Рита ханым, әңгімені сізбен жалғастырсақ деп отырмыз. Микрофонды алып сөйлесеңіз. Рита ханым, еске алайықшы, Судхардың алдында екі әпкесі бар екен. Екі әпкесі актриса ма? Және де Сидхар актер боламын дегенде сіздер бірден келісім бердіңіздер ме? And when Siddharth said that he wants to be an actor, you was agree or disagree with it? No, when he told me that I want to become an actor, I was very happy because already he was doing modeling and also it was right chosen field for him, na? Ол актер мамандығын таңдаймын дегенде мен өте қуанышты болдым, өйткені оның алдында жарнамаға түсіп жүрген және бұл дұрыс таңдау болды. Қарсы болған жоқ? Жоқ, қарсы болған жоқ. Әкесі ше? And what about his father? He was also very happy. He said whatever he likes, let him do. He should succeed whatever he likes, na? Әкесі де өте қуанышты болды, қандай іспен айналысқың келсе, сонымен айналыс деп айтқан. You can't force him Қазір to do, na? енді мына жерде қарасаңыздар экранға Шиф пен Ананди үйленіп жатыр. Шиф and Andy are getting married. Yes. And You've all this- seen it. Иә. Сидхарт қашан үйленеді? And Siddharth when will marry. When he will marry. He should find someone right for him, na? Өзіне жарасатын жұп табу керек. Мысалы, қазақта жалпы қызды айттырған, құда түскен. For example, we have a Кейде tradition көрмей that, үлкендер өздері құдаласып, parents of қыздарын girl ұзатып and отырған. parents, Бізде тақиялы періште деген белгілі әйгілі кино бар. Мінекей сол жерде Амина апамыз өзінің баласына жар іздейді. And Ол we have a сондай жайт сіздерде де? TV show that the boy is 30 years old and his mom is watching girl for him everywhere in the universities. And does it happen with you? It used to Yeah, happen the- some 10-15 years back. That happened with you. It happened with me. But nowadays they choose for themselves. Parents agree, they have to agree. And they are very intelligent, they know who will be happy with them together, how they are. Бұндай дәстүр бізде 10-15 жыл бұрын болған. және Қазір жоқ қойсын. Жоқ, қазір жоқ. Қазір өздерінің таңдауымен, өзінің қалауымен кіммен бақытты болады деген адаммен қосылады. Неге онда үйленбей жүрміз, Сидхар? Не себеп? Now, why he is not Жасың married yet? 34-те. Because he is not finding someone fit for him and God is not willing now. He is waiting, he is making him wait. Ол өйткені өзінің жарын тапқан жоқ. Құдай оған әлі жарын жіберген жоқ. Енді бізде жалпы 34 өте кеш болып And саналынады. in Ал our country, сіздерде 34 is too late. Yeah, too Even late. for us it is too late. Біздікінде де солай. I was only 17 when I got married. Мен үйленгенде 17 жаста болатынмын. енді жалпы өмірде мүлдем басқасыздар. Кинода мысалы барлық салт дәстүрдің бәрін ұстанасыздар. TV show. Ал өмірде көп жағдайда ұстанбайсыздар. And do you keep these traditions in real life? Сіздің үйде қаншалықты It салт is there дәстүрлер in ұстанасыз? Rajasthan, backward areas, you know, villages. There still it But is. it's still on there. Үндістанның кейбір бөліктерінде сақталған осындай дәстүрлер, бірақ көп жерде жоқ. Сіздердің үйлерінде ұстамайды And салт дәстүрді. in your home you keep this tradition or no? No, no, no. Жоқ, біздің үйімізде бұндай дәстүр жоқ. Ұстанбайды. My daughters chose for themselves. Менің қыздарым кімге үйленгісі келді өздері таңдаған. Өздері таңдады, өздері тымса. Немерелер бар ма, Do Рита you ханым? have grandchildren? I have one granddaughter, 14-year-old. Бір немересі бар, немересі. қыз бала. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса тікелей эфирде қоя аласыздар. Бүгін студияда Сидхар Шукла анасы Ритамен бірге тыңдап тұрмыз. Бірден кезекті көрерменге берейік. Сәлеметсіздер.
Иә, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Құрметті көрермен, мүмкін болса, жылдамдатып. Қайырлы күн. Иә, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қайта қойыңыз, сұрағыңыз қандай? Сізді ең алдымен көктем мерекесімен құттықтағым келеді. First of all, Барлығыңыздан. congratulate with spring. Және сұрағыңыз болса, Сидхартқа. Мен Семей қаласынан Гүлвира деген хабарласып тұрмын, Семей қаласынан. Семей қаласынан. Иә. Және мен шефке қойғым келген сұрақ. Сидхарт. Бұның алдындағы Ананди мен шеф екеуінің арасында бір шынайы сезім болды деп Естідіңіз бе? айтылып жатыр. Соның қаншалықты рас екендігіне көз жеткізгім келеді. Жақсы, жақсы. Ал, Сидхарт қашып құтыла алмайсың енді. Жауап беруге тура келді. You know, when we all act, that is all what we do. Now, when we, what happens is, Көз алдамайды ғой, көз. so when you're acting, you know, it is the situation that is happening. So in that sequence, I was to fall in love with Anandi. So people, when they see, they feel it is for real. And that's why such news. Біз актерлер ойнағанда сол рөлге кіріп ойнаймыз да, сондықтан сериалда Шиф Анандиді жақсы көреді, мен соны көрсетуім керек болады. Сондықтан осындай Жай өсек. өсек тарап кетті дейді. Yeah, but Шынында да. 100%. Just for idea, солай. Жақсы сенеміз, иә, құрметті көрермен. Және де енді көп көрерменді мазалайтын сұрақ, бұл сериалдың соңы немен бітеді? And everybody wants to Қашан know бітеді? when we'll finish this TV show and what will happen. Now that you just said that the show is so popular and people like it so much, why would you want to end something that you like? Сіз айтып кеткеніңіздей, бұл сериалды барлығы өте жақсы көреді, және соншалықты жақсы көретін дүниенің біткенін не үшін күтесіздер? Жоқ, бізге соңы қызық қой тек қана. No, we're just interested what will happen. Oh, so you wait, you watch every day. Үнді кинолар сияқты бәрі мұрат мақсатына жетіп, бақытты болып аяқталады ма? She says, will everybody happy, achieve their dreams? In India, the TV show is still on. Үндістанда бұл сериал әлі жалғасып жатыр. Түсірілімі ше? And the shooting, It's still on. әлі болып жатыр. Әлі түсіп жатсын ба It's қазір? still on. It's still on. And you are acting here. Yeah, so I come in because I get holiday. Өйткені қазір келіп отырғаны демалыста болғандықтан келіп отыр. Қазір демалыс, ал бірақ әлі түсірілуде жалғасын табуда Сидхарт ойнауда. And Sидхарт will play. Yeah, ойнайды. Жасың нешеде, шал шығарсың? And how old are you? How old am I? In the film, Serialda. in the TV show. Same age. Almost same. Same age. 34, осы жаста. Осы жастағы ойнайды, иә? Yeah. Әлі демек Сидхарт бар. Ал енді Үндістанда көрсетіп жатыр ма бұл сериалды? And in your country, this TV show is on TV now, yeah? Yes. көрсетіп жатыр. It's doing very well. Рейтингтер өте жоғары. Рейтинг өте жақсы. Енді тағы да ғаламтордағы көптеген осы үнді сериалын жақсы білетіндердің жазбасы бойынша соңында Сидхарт өліп қалады дейді. And we Яғни heard that Shif will die in the end. Is it true? Айтпайды. Естеріңізде ма, Қара шаңырақтың осы жерде Мәдидің рөлін сомдаған Дәулет пен Әділ келгенде де олар Қара шаңырақтың немен аяқталатынын айтпаған болатын. Міне дәл сондай жағдай, сондықтан бұған таң қалмаңыздар. Яғни айтып қойса барлық қызық бөлініп қалады ғой. Ал енді білініп қалады. Сондықтан әлі жалғасын табуда. Неге және де көптеген көрермендердің сұрағы? Неге кинода Шиф Анандиға қараса ұзағынан қарап тұра береді? And our spectators wants to know why when you look at Anandi, it's like Неге Голливуд сияқты экшн жасап жібермеске? Because you know, in life, when we fall in love, or Өмірде олай емес қой. in life, when we fall in love, or when we happen to be with somebody that we love, or when we look at somebody we love, Білесіз бе, шын өмірде біз біреуге ғашық болғанда, немесе ғашық болған адамымызға қарап тұрғанда, бірге болғымыз келген адамға қарағанда, we want that moment to freeze. сол уақытты тоқтатып қойғымыз келеді ғой.
But in real life, it is not possible. Бірақ шын өмірде бұл мүмкін емес. But TV it is possible. Бірақ телесериалды біз осыны шындыққа асыра аламыз. So whatever is possible, so whatever is possible, you make it possible. Демек сол мүмкіндікті біз телесериалды жүзеге асырамыз. Енді рас, енді Үндістан сияқты махаббатты ешкім сипаттай алмайды, көрсете алмайды. Nobody can show love in that way like Indian films do. Yeah, I don't know, but yes. Рита ханым, бала тәрбиесіне келсек, жалпы қазақта бала тәрбиесіне ерекше ден қойған. Сіздерде де сондай ма? Мысалы, кішкентайынан баланың сабағы, Сидхарттың, мысалы, жоғарғы оқу орнында, оның тәртібі деген сияқты. Сидхарт қандай бала болып өсті? Yeah. Қашан айтып болады, Құдай-ау? Siddharth was very mischievous, Тура кино very болып playful, and he used to play. Even now he plays all kinds of games. Сидхарт бір орында отырмайтын, өте ойынды жақсы көретін бала болатын, барлық ойындарды ойнайтын. Барлық ойындарды. Бір бұзықтық жасап, сізді жылатып қойған кезі жоқ па? And was it the moments when he upset you? Of course, yes. Like all kids. Мысалы, қандай болды? Еске алайықшы, менің де 2 ұлым бар кішкентай. You give him homework to do something, to study something, send him for tuitions. He would go and play cricket. Мысалы, оған бір тапсырма бересіз, сабақ оқы дейсіз, ол оның орнына крикет ойнауға кетіп қалады. Иә. Ең қатты He was not in the ренжіткен class тұсы only. I would ask teacher, no, private tuitions. The teacher said he is not coming since last 4 days. So what Just would happen? taking the books and going out to play. So my mother would send me for studying to tuitions, extra classes. So from home, I would go take my books and go for my extra classes. But I would not go to the extra classes. I would play down. I would play soccer. I'd play cricket, and I would not go. After some days, my mother went to meet my teacher. So how is Siddharth studying? And he said, Siddharth, he doesn't come to the class. Иә. Сидхарт оқудан кейін қосымша сабақтарға бару керек болатын, кітаптардың бәрін жинап, бірақ оның орнына ол ойын ойнауға кетіп қалатын. Содан бір күні мамасы келіп мұғалімнен сұрамай ма, менің балам қалай оқып жатыр деп. Сіз айтыпты, Сидхарт 4 күн болды келген жоқ сабаққа деп. And after Жарайды, that, Сидхарттың кішкентайге ұрды ма? Mom. Not that much. Қатты емес, сәл ғана ұрды. Of course, yes. Бетінен шапалақ берген. Шапалақ бетке. Кәдімгідей. Көрсетіңізші. No, he's grown big. He's doing well. Why should I? Ал қазір енді Сидхартты уайымдайсыз ба? Мысалы, кеш келсе үйге қонбаса. If he's late or not. Oh yes, I don't get to sleep. If he's out, I never sleep. Үйде жоқ болса мен ұйықтамаймын. Ұйықтамайсыз, I иә? don't sleep. Келін қандай болғанын қалайсыз? And what kind of bread you want to your son? He Рита ханым. He should care for her and love her sincerely, truly, and make everybody happy. Олар бір-бірін жақсы көріп, бір-біріне құрмет көрсетіп, бақытты болу керек. Ең бастысы сол. Ең бастысы. Үйдің тірлігі, About housekeeping. салт дәстүрді ұстанғаны маңызды ма? No, your daughter-in-law, future daughter-in-law should Mother keep उसको कैसा traditions. She should take care, but as long as I'm there, I'll take care. And then she'll learn under me. Ол менен үйренеді. Мен тірі болғанша бәрін өзім үйретемін. Өзіңіз үйретесіз. Қандай керемет, нағыз енді қарап отырсақ, біздің аналарымыз да сондай ғой, өзінің келіне барлығын үйретеді, қызына да үйретеді. Құрметті көрермен, мінекей біздің хабарымыздың атынан аналар күні келе жатыр, алда мына бір сыйлықты табыс еткім келеді. Рита ханым, өзіңізге осындай әдемі де ақылды, бүкіл қазақ халқы жақсы көретін ұлды тәрбиелегеніңіз үшін. Thank you for your son. Ой, міне қараңыздаршы, құрметті қазақтың әдемі, сізге рахмет, әдемі білезігі сізге сыйлық. Сидхарт, саған да біздің сыйлығымыз бар. Мына, иә, қарашы міне. Астананың, тұра тұрыңыз, мен көрсетейін. Астананың символы қандай? What is the symbol of Astana?
this with the balls on top? Or what's it called? Айтпаймыз. What's it called? What's it called? Just give me a hint. Ой, Сидхарт. Give me a hint. Give me a hint. Give me a hint. I don't. Бәйтерек. Міне, бәйтеректі Oh, сыйлығы lovely. сыйға тартқымыз келеді. Үйіңізде, төріңізден орын алсын. Қай жерге қоясыз үйде? And in what place you will place it in your house? Oh, I will. Қараңызшы. Мен Қазақстанға Ah, барғанда beautiful. деп айтып жүресіз. Memory from Yes. Нағыз дизайнерға берілетін сыйлық, Beautiful, beautiful, beautiful. иә? Өзің бөлмең бар ғой? And you have your own room? Yes. Мінекей, өзің бөлмеңе қойып And you қоясың. will place it in your own room. This I will place not in my room because not a lot of people come to my room. Бұны өз бөлмеме қоймаймын, өйткені менің бөлмеме көп адамдар келе бермейді. So this I will keep at the entrance where I have, there are some awards that I win. Мен So I will keep it there where everybody can see. Жақсы. өзімнің атқан сыйлықтармен бірге қоямын. Жақсы, жалпы бұл енді Қазақстанның Оскарын алғандай болсыншы. It's like in Kazakhstan Oscar. Жақсы ма? Yeah. And you know what? I wish that I could go inside, stand there and look at Kazakhstan every time I feel like coming to Kazakhstan. Осыны көргенде мен Қазақстанды, Астананың барлығын көргем бәйтерекке шыққанда. Мен сонымен қатар жалпы қазақ сериалын әлі көріп үлгерген жоқпын деді Сидхарт. And you said that you Қазақтың ертең 2-ші маусымы эфирге шыққалы отырған Сырғалым сериалының ұсынғым келіп отыр. Мінекей, осыны үйде көріп, келесі жолы Сидхарт біздің елге келгенде айтатын so боласың. Мен Сырғалымды көрдім. Мен Қазақстан арнасынан шығатын осы сериал жақсы білемін деп айтатын боласың. Жарайды ма? You can say that you Соңғы сұрақ қысқа да нұсқа, арманы қандай? And what is your dream? My dream is Рита ханым сыбырлап жатыр. my dream is to just be happy all the time, and I hope in life people because of me are happy, and every time they see me they just smile. Енді менің ойымша қысқа да нұсқа аударатын болсақ, мен барлық елдің күліп жүрген, бақытты болғанын, өзімнің де бақытты болғанын, отбасымның бақытты болғанын қалаймын дейді. Біз сіздің бақытты болғаныңызды тілейміз, Рита ханым. Сізде уайымсыз, ең бастысы жақсы келінді түсіріңіз үйге. Келесі жолы біздің жаңалығымыз Сидхарт Шукла үйленді дегенде естейік. Рахмет. Рахмет. Қазақша? Рахмет көп. Рахмет. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде бізді тамашалағандарыңызға мың да бір алғысымызды білдіре отыр. Бүгінгі хабарымызды осымен тамамдаймыз. Сау болыңыздар. Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм.